Сәлем, құрметті достарым. Бүгін сіздермен бананды осындай керемет панкейктер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге екі немесе үлкен бір банан жеткілікті. Оны кесіп турап аламыз. Вилканың көмегімен немесе осындай пюре езетін құралдың көмегімен жақсылап езіп дайындап аламыз. Одан кейін езілген бананның үстіне екі жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін екі ас қасық құмшекерімізді және шым-шым тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұн мен қопсытқышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің панкекке арналған массамыз дайын. Қызып тұрған табада, баяу отта екі жағын пісіріп алатын боламыз. Естеріңізде сақтағандарыңыз жақсы, табамызды қатты қыздырмаймыз, өйткені біздің массамыз қою болғандықтан ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қызып тұрған табада, жай отта екі жағын асықпай пісіріп алатын боламыз. Панкейктеріміз кішкене қоңыр түсті болады, одан қорықпаймыз, өйткені ол бананның түсі қоңыр болғандықтан осылай қоңырқай болып піседі. Содан кейін тарелкамызға піскен панкейктарды жақсылап орналастырамыз. Қалауларыңыз бойынша бананмен, шоколадпен, сгущенкамен, түрлі заттармен сәндесеңіздер болады. Мен бананмен және өзімнің сүйікті малинаммен әсемдеп үстіне ақ сгущенканы қостым. Шоколад құйсаңыздар тіптен жақсы. Сонымен біздің панкейктеріміз дайын. Ас болсын, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нағима Бекболатова. Сау болыңыздар.